Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздерге бүгін бір топтық жұмыста жасалатын, жұптық немесе топтық жұмыста жасалатын әдістің түрін көрсеткелі отырмын. Біразыңыз білетін де шығарсыздар. Тарсия мейкер деп аталады. Ағылшын тілінде поискке тарсия мейкер деп жазамыз. Бірінші шыққан сайтқа кіріп, сіздерге кірсеңіздер, сіздерге осылай шығады. Бұл жерде сіздер төменге түссеңіздер, осында өздеріңіздің сұрақтарыңызды және жанына жауаптарыңызды жаза аласыздар. Және жоғарыда қарап тұрсаңыздар 3-1-3 жанінде басқа формада көрсетіліп тұр. Осылай өзгерте аласыздар. Мысалы, осыған қоямын, содан кейін мына жерде сұрақты өзгертемін. Мысалы, сұрақ жазасыз мұнда. Мұнда жанына сол сұрақтың жауабын жазасыз. Абай Құнанбайұлы деп мұнда сұрағыңыз жазасыз. Сұрағыңыз жазасыз да жанына жауабыңызды жазасыз. Мысалы, 1845 жылы дүниеге келген. Үшінші сұраққа да дәл осылай жазамыз. Мысал ретінде жазып көрсетіп жатырмыз сіздерге түсінікті болу үшін. Осылай өз пәніңізге қатысты, математикаға қатысты сұрақтарыңызды жазуыңызға болады. Физика, кез келген пәніңізге қатысты осындай сұрақтарыңызды жаза аласыздар. Дұрыс қостым ба 110. Одан кейін мысалында 1871 жылы сұрағыңызды жазасыз мұнда. Сонда жауабы. Барлық сұрақтарыңызды мұнда толтырып шығасыз да. Болғаннан кейін мына батырманы басамыз. Бірінші экспорт PDF-ті бассақ, бізге жұмыстың қалай шыққанын жүктеп көрсетеді. Міне жүктелді. Жұмысты ашып көрсек, жұмыс бізде осылай дайындалған. Яғни оқушыларға сіз осы жұмысты қиып бересіз. Оқушылар осы жауаптарына байланысты барлығын сәйкестендіру, осы пазлды құрастырып шығу қажет. Төменге түссеңіз, басқа да түрлері бар, міне бұлай. Осыны распечат етесіз. Шканың оң жағымен печать етіп алып, қиып оқушыларға жинауға бере аласыз. Сейф дегенді бассаңыз, ссылкасын копировать етіп, досыңызға біреуге жібере аласыз. Өшіріп тастау, вообще өшіріп тастау. Мынаны бассақ, бізде сұрақтар орнымен ауысады. Осылай топтық жұмыс кезінде, жеке жұмыс кезінде, жұптық жұмыс кезінде осындай қызықты әдіс тәсілді қолдануға болады. Егер ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Дара KZ. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.